Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін ең қарапайым ингредиенттерден тұратын донер дайындаймыз. Ең алдымен тауықтың төс етін жұқалап етіп кесіп алып, тұз, бұрыш, кез келген приправа қоссақ болады. Одан кейін огурцы, помидор, жуа барлығын жіңішке етіп тураймыз. Тауықтың төс еттерін қызарғанша дейін майға пісіріп алып, оны да жіңішке етіп турап дайындап аламыз. Лаваш үстіне майонез жағып, ет, помидор, огурцы, жуа, кетчуп салып орай берсек болады. Донер қытырлақ болу үшін құрғақ сковородкада екі жағын қызартып аламыз. Біздің донеріміз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналымның дамуы үшін лайк басып пікір қалдырып, каналға міндетті түрде тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.